Қайырлы күн, құрметті оқушылар. 8-ші сыныптың химиясы 4-ші тоқсан көміртек және оның қосылыстары тарауы бойынша жиынтық бақылаудың, яғни екінші БЖБ жұмысының шығару жолын көрсететін боламын. Бірінші тапсырма: бос орындарды қажет сөздерді қойыңыз. Көміртек екінші периодта 4-ші А топта орналасқан. 4 байланыс түзеді. 4 электрон қосып алады және 4 электрон беріп жібере алады. Қосылыстарында +4, -4, +2 тұтылу дәрежелерін көрсетеді және 2,4 валентті. Келесі екінші тапсырма: көміртек мрамор және магнезит минералдарының құрамына кіреді. Қай минералдың құрамында көміртектің массалық үлесі көп екендігін анықтаңыз дейді. Мрамордың формуласы ол кальций СО3. Кальций СО3. Осы жерден кальций СО3-тің құрамынан көміртектің массалық үлесін анықтайтын болсақ, атомдық массасын көміртектің молекулалық массасына мрамордың бөлеміз. Сонда 12-ні 100-ге бөліп, оны 100%-ға көбейтетін болсақ, 12% шығады екен. Яғни мрамор деп отырғанымыз бұл жерде формуласы кальций СО3. Келесі магнезит формуласы магнит СО3. Осы жерден көміртектің массалық үлесін табу керек бізде. Атомдық массасын, яғни 12-ні 84-ге бөліп 100%-ға көбейтетін болсақ, 14,28 шықты. Яғни сонда көміртек магнезиттің құрамында көп екендігі анықталып отыр. Ары қарай үшінші тапсырма: көміртектің аллотропиялық түр өзгерістері мен қолдану аясы арасындағы сәйкестікті анықтаңыздар дейді. Графит ол бізде қарындаш, қара бояу, электродтар жасау үшін қолданылады. Карбин жасанды қан тамырлары, алмаз лазер қондырғылары, қымбат тастар жасауда, ал фуллерен болса микроэлектроникадағы нанотүтікшелер жасауда қолданылады екен. Міне осы өздеріңізге теңестіріп қойыңыздар. Төртінші тапсырма: реакция теңдеулерін жазыңыз. Көміртекке барийді қосатын болсақ, барий карбиді алынады. Оның формуласы барий С2. Көміртектің алдына 2-ні қою арқылы реакцияны теңестіреміз. Келесі: көміртекке алюминий оксидін қосатын болсақ, таза алюминийді алуымызға болады және көмір қышқыл газы түзіледі. Соңғысы: көміртекке оттек жеткіліксіз болған кезде иіс газы алынады, СО. Плюс белгісі арқылы көмірқышқыл газының физикалық қасиеті мен алуына байланысты шындық жалған тұжырымды анықтаңыз дейді. Түссіз, иіссіз, дәмсіз газ шындық, мрамор мен тұз қышқыл әрекет еткенде алынады, шындық. Ауадан жеңіл жалған, көмір жанғанда пештерде оттек жеткіліксіз жағдайда түзіледі дейді. Бұл жалған. Міне осымен БЖБ жұмысы аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік.